барлықтарына. Бізде бүгін жаңа влог сіздерге қызық болады деген ойдамын. Бүгін бізде понедельник сағат 2. Менде бары 3-те басталады. Соған дайындалуым керек. Бірақ та мен қазір ғана білдім, бізге апайымыз әр апта сайын кітап оқуға беретін еді задание, бірақ та мен оны іздедім. Алмадым ешкімнен. Неужели десем, бүгін қазір білдім, бір сағат қалғанда. Еще қазір ноутбукпен келіңдер, ойын ойнаймыз, типа квиз ба, сондай. Ұқсап бару үшін, MW. OMG. Мына тонерді ойын басып алдым. Басталып жатыр. Короче, тез істеп мен адам құсап, нормально, завтрак ішіп барам десем, осы ғой, осы. Шынысы білмеймін, қазір мен 20 минутта дайындалып бітуім керек. Дұрыс бір нәрсе беріп тұрып, оны мен енді өзім кінәм, тексермей дайындалмай барсам. Бүгін нормально адам құсап сөйлейін ба деп ойлағаным өзім влогымда. Сабыр. Мен бөлісейін, мен айтпадым. Мен 19-ға толдым. Осы бір ай алдын, бүгін 10 февраль болса, мен 13-не 19-ға толдым. Өмірім өтіп жатыр деген. Әрине мен 30-ға келіп, ладно, қандай жасқа келсек те өміріміз өтіп жатыр. Барам, студентпін. Сөйтіп ойлап қарасам, подросток Қазақстандағы сияқты адаммын. Подросткпын ғой, қойыңыздар, сөзге жоқ екенде мен жоқпын. 3 жыл менде универ, 3 жылда бітіремін ендігі жылы. Содан соң, мысалға мен мектеп кезде универ менің ең қызық болайын. Универдің ең қызық кездер деп айтады барлығы. Сол үшінде, оны жақсы тапсырып алайын. Барлығы жақсы болады деп ойладым, но ондай болып шықпады. Өкінішке немесе солай бұйырғаны болды әрине. Ағылшынша өтеміз. Международный отношениеде оқыған соң. Солай ойланған затым өте өзіме сенімсіз адамдардың қатарында болған соң. Мысалға, мен түсінгенім ағылшынша сөйлеу керек болған соң, может мен өзімнің ойымды дұрыс жеткізе алмаймын деп болса да ответ бермей қалу мүмкін шығар деп ойлаған едім. Ойланып қарасам, 10-шы сыныпта мысалға, енді 11-ші сыныпта бізге мұғалімдер қатты тиісе бермейтін, НТ-ға дайындалсын деп, но абай жолын немесе бір нәрсені оқуға беретін еді. Кейін мен оқып келсем де, немесе қазақ тілінен кәдімгі ережелерді айт десе де, мен кішкене өзімнің мнениемді айтатын, өзім басымнан қайталап, дұрыс па, дұрыс емес па деп тексеретін едім. Это не только из-за того, что мен ағылшын отделениеде оқитын болған соң, естіп басыма келе бастады. Если даже 18 жыл болды, мен кішкентай емеспін уже, если жақында ғана түсіне бастадым, жақында ғана түсіне бастадым, если мен істемесем, маған ешкім істеп бермейді деген. Голодные игры сияқты негізі, сұрақ қойса сен жауап берсең, ол мұғалімнің көзіне жақсы түсесің. Мектепте де сондай ма? Суббота күні 100 алдым дедім графический дизайннан, если алдыңғы блогты көрмесеңіздер көріңіздер. Сол кезде мен өзім жасаған жұмыс болды, мен тапсырдым, мен кеттім. Ал тапсырып үлгермегендер, ол келесі аптаға дейін тағы бір тапсырманы қосып тапсыру керек болды. Мен түсіндім, негізінде басқаларға, өмірге де жауапкершілікпен қарай білуде маңызды екенін түсіне бастадым. Мен ойландым, егер де менің ойым мысалға бүгін болатын парада кітаптар береді, ол бізде мұғалім бір 3-4 күнде 5-6 кітап беріп, бір кітапты полный оқы, ал қалғандарынан 20 беттеп беретін адам. Жатып бір 5-6 сұрақ қояды. Мен
Там да жауабын айта алмаймын. Я. Стоп! Мен 19-ға толғаннан кейін, әңгіменің бәрі осы да. 19-ға толғаннан кейін мен түсіндім. Енді 19-ға толғаннан кейін емес, просто кішкене уақыт өте келе түсіндім. Алмасам, ешкім алып бермейді маған. Ол жерден сатып алмайсың, сен өмір сүріп жатсың, значит, сен өмір сүру керексің дұрыстап деген сияқты. Еще! Я, солай. Так что совет, өз өмірлеріңізді өздеріңіз өмір сүріңіздер. Мен өмірді қатты қиындатқанды жақсы көремін, білмеймін неге екенін кішкентай кезімнен. И түсіндім, егер де өмірді кәдімгідей қалай бар болып соны қабылдасам, өмір сүру өте оңайырақ. Бір зат болады қазір, значит андай болады, потом оның 4-5 варианты болуы мүмкін, если 3-ші вариант болмаса 100% 4-ші вариант болады деген сияқты оймен өмір сүретін болсаң, әрине сенің өмірің левел датудың мен мастерімін. Сол үшін де түсінгенім жай ғана өмірді қалай бар, солай қабылдау керек. Өзгеремін деп шештім, адамдардың ойлары жайлы тырысатын болып шештім. Не келеді, соны полный 100% істеуге тырысатын боламын. Дейтін көзқараспен өмір сүруді. Мен сияқты жаста болсаңыздар, кеңес, әрине мен дұрыс түсіндіре алмауым мүмкін, дұрыс өзімнің ойымды жеткізе алмауым мүмкін. Бірақ та бүкіл қазақшамды қостым. Интересно, ашып қойдым, потому что не очень болса да алыстан қараса нормально деп. Бәрі жақсы болсын. Это мы research. Потом снимем после. I will do the same with the second, the third interviewee, and then I put. They could include things like interviewing, watching or participating with people and taking notes, something called ethnography, or when you focus on yourself, autoethnography. It could also include analyzing documents, textual data, photographs, or social media. You could even do something like ask people to take pictures of their life at hand. После. Короче, зойной надо. Наконец-то. Я вышла. Наконец-то. Короче, это ужас. Ужас, Оля. Уйти. Ужас. Baby, you got something in your nose. А у нас вопрос уже.
Мы выжившие. У-у-у, домой. Тірі қалдық. Я Лиза. -20. Hello, guys. Hello, мен идеямын, наконец-то. Неге түрім нормально болып тұр? Вообще no idea. Если мен Вот, байқағансыздар ма? Универде мен әбіржіп жүрмін. Бір атмосфера не очень, да, бізде универде деп кеткесін ба? Вот үйде әдемі болып тұрмын. Қазір мен камерада әдемімін. Сағат 3-те, 2-де жаман болып басталып жатқан еді. Еще тағы бір фан-факт. Мен завтракты әдемілеп істеп алып, кофемен түрме жайлы видео көрдім. Басында мистер Бист жайлы видео көріп жатқан едім. Потом маған мистер Бисттен кейін не шықты? Колумбиядағы түрме жайлы шықты. И потом қарасам 40 минуттай видео. Мен тентек Тимсті қарамай мен сол түрме жайлы видео көріп отырдым. Содан кейін кәдімгідей қорқып қалдым. Білмеймін, ондай видео маған кәдімгідей әсер етеді, чем ужастиктерден қарағанда. Сөйтіп мен почти бір 10 минуттай, 15 минуттай тез кішкентай мини важный заттарды ғана өзіме заметкаға жазып алдым. Сөйтіп бірінші сұрақ қояды апай, и мен жауап беремін. Неге десеңіздер, неге ондай реакция десеңіздер, мен ол сабақтан research design дейтін дипломка жазуға көмектесетін дисциплина, но алдыңғы обедте айтқанда, естеріңізде болмаса, мен айттым, ол каждый сабақ сайын, әр апта сайын новый кітаптар береді. И сол кітаптар жайлы сұрақ қояды. И мен бірінші сұраққа жауап бердім. Мысалға 6-шы сұраққа тағы да жауап бердім. Үстіп 2 жұлдыз алдым. Бірінші класстағы ответ берсең 4 бұрыш, или 3 бұрыш, 3 деген, 5 бұрыш, ол 5 деген. Үстіп 5 алдым. Үстіп ол журналына жазады. Плюс, бар. Үстіп мен түсіндім. Мағанағы түстегі аффирмация ма, өзімді қолға алу деген кәдімгідей көмектескен. Так что, қолыңа ал өзіңнің өміріңді деп кеткесін ба. И просто түсіндім, аудиторияда отқан студенттер тура мен сияқты адамдар. Олардың 3 көзі жоқ, Құдай сақтасын, 5 көзі жоқ деген сияқты. Олар да мен сияқты, сол үшін олар да мен түсіне алады, мен де оларды түсіне аламын. Так что, өте қуаныштымын. Барлықтарына рахмет, бұл видео әлі жалғасады, бітіп қалмады. Еще, по-моему, өте ұзақ блоктардың бірі болады. Көп сөйлеп отырмын. Давай. Не тяните за хвост! Не бейте Додрика! Эй, хватит! Барлықтарына тағы да сәлем. Бүгін бізде четверг. Мен уже ешнәрсе почти түсіріп жатқан жоқпын. Бүгін неде болдым, вторник. Ешнәрсе қызық болмады. Бүгін бізде четверг. Мен универге бару керек. Осылай кофта кидім и джинсы. И все. Өте қатты креативный образ. 2-де 20-да басталады. Қазір 10 минутта мен шығып кетуім керек. Көп нәрсе жоғалатын, ол бізде резинка. Көресің бар, екінші рет көресің уже жоқ. Қолымда екен, осылай жинаймын ал. Когда мы курсы разрабатываем, мы все каждым разом новое что-то берем, студенты начинают теряться. Наоборот, мы сейчас нам говорят, будьте снабженцами. Да, моя роль лучше снабжать чем-либо. Снабжать чем-либо. Я снабжала, вот смотрите, хрим, хрименец. Что вы еще видите?
Хай достар, бүгін бізде пятница және менің бүгінгі планым бойынша Капитан Америкаға новый шығыпты. Мен оны жақында ғана білдім. Сол үшін мен пятница бос болған соң бір подругаммен сол Капитан Америкаға баратын боламыз, соны түсіретін боламын. И бүгін 14-і. Так что мен үйде болмаймын. Деп кеткенсің ба? Үш подругамен киім көрмей келді. Мына қыз менімен бүгін Виктом бірінші Рушая, Астана. Но я рад, что ты здесь. Оннан трель. Цель. Пижама табу. А вот это выглядит более. Хотя цвет, конечно, чуть-чуть Гламур. не такой Клон. No, thank you, да. Короче, бізде ертең пижамная вечеринка болады. Соған менде пижама жоқ. Ну, точнее бар, но ол пижамная вечеринкаға баратын пижама емес. Понимаете? Вот. Да. Дала -5 сағат 7-де и мен. Гламур. Короче, біз осындай фотки сделали. Біз нормально шықсын деген үміттеміз. Вот, короче. Обед. Ага, все. Oui. Hi. Мен анау патидан келді. В целом нормально. Шашып кеткен болмаса. Бүгін полный шашат. Бүгін суббота шығып кетті. Бүгін бізде обзорда Смайл Донер. Донер дәмен күнінде. Донер, смайл. Зорға оқылғасын. Әдемі күлкіңізді кір шалмасын дейді. Инандай, мен вообще жамаймын бұны. Тіс шықылғыш. Тоже смайл сегодня, не деген детально. Әдемі күлкіңді жасырма. Әдемі күлкіңді... еще мына жерде басқаша ма? Өлә. Типа былай істейтін. И қанша салфетка саған санайық. 3 салфетка. Ладно, ашайын. Еще тағы ішіне бар ма? Басқаша екен. Ойбай. Темеч. Нема. Домашний, там. Көмелсен жоқ.
Мадина ханым, сіз кім болып келесіз? Маралдың құрбысы. Құрбыларының бәрі зажигательный екен да. Шіркін, іштеріңіз толып қапты да, бес балам неде отыра беріп. Иә, конечно, енді осындай да керек қой деймін. Сонымен жаңағы болғаннан қандай еді? Бұл махаббат. Оның жауабын бәрі. Кеттік. С әрпінен басылатыннан қандай? Шайбайлығындаймын. С десем, шыдан бастағаныз? Өләм, аңыз сөйлейді деді. Махамбет ұлдарыңызға қолға қосынады. Және арнайы сіздерсін қызмет жасаған мен, Нұржан Әбубәкір, келесі тойға дейін басымыз аман.